Күні кеше мынау фанерлдық маршал Ресейдің Шойгу деген оңбаған Совет үкіметін қайта азғырып отыр. Вот қайтадан қалыптаса да біргеміз деген сияқты айналайын. Шойгу, кім едің сен соншама? Сен қазақтардан сұрадың ба? Қазақтар қайтадан сол Совет одағына қайтқысы келе ме? Совет одағы қазақтың 4 миллион азаматын қырып салған. Ашаршылықта тағы басқа нәрселермен 25 мың асылдарымызды атып тастаған. Мен деп атын қазақтарды. 2-3 жылдың ішінде. Сондықтан аузыңа байқап сөйле. Қазақтардан сұрап алайын бірінші. Прибалттардан сұрап ал. Өзбек бауырларымыздан, қырғыз бауырларымыздан. Совет үкіметі керек па, керек емес па деген сияқты. Оны аңсаудың алдында айналайын Маскүнем Шойгу. Сен анау 5 айдың ішінде Украинаның тек қана бір облыс орталығын жаулап алдың. Херсон деген. Бүгін немесе бір айдың ішінде ол қайтадан Украинаға енеді. Таяқ жеп жатсыңдар. 40 мың солдаттарың қырылып қалды Украинада. Сол 12 миллион рубльдан төлейсіңдер дейсіңдер. Әр басына сол қайтып келген солдаттың. Оны долларға аударсақ, 40 мыңға көбейтсек, 10 миллиард доллар болып шыға келеді. Тағы 80 мың Ресейдің солдаттары мүгедек болды, аяқ қолсыз қалды, көзсіз қалды, олар инвалид болып қалды. Оларға да тағы қосымша сендер кемінде аз дегенде тағы 10 миллиард доллар жұмсауларың керек. Ал жаңа жылға дейін тағы 100 мың орыс оккупанттары Украинаның жерінде өледі, мүгедек болады. Соны ойла, айналайын. Маңғұрт, мен сені мынау өзіміздің бауырларымыз деп есептеймін. Тува халқы болсын, бурят халқы болсын, тағы басқа. Өкінішке орай сендер өздерінің тарихтарыңды, кім екендеріңді ұмыттыңдар. Орыстардың сасық көттерін иіскеп жүрген оңбағансыңдар, маңғұртсыңдар. Сондықтан Шойгу, мезгілің келмей тұрғанда, басың аманда, бір еліктің үстіне отырып, сол еліктерді бақ тундыраға барып. Қазақтарға тиіспе. Совет Союзы ешқашан оралмайды.